Адамның өмір бойы ойлап келе жатқан көкейкесті ісінің өзі. Соған қаншалықты іштей дайындығым бар деп есептегеніңмен, оңайлықпен жүзеге аспай жататын кездері жиі болмай ма? Оның қасында аяқ астынан тапсырылған мынадай жұмыстың машақаты тіпті көп болады екен. Қанша уақыт сарылып архивте отырды, қанша уақыт көз майын тауысып сарғайған парақтарды аударыстырды. Бірақ баронға бәрібір бірдеңе жетпейтіндей болды да тұрды. Арада апта өтсе де, бұл кезде деп архивтегі жұмысының аяғын жерге біржолата тигізген. Енді ойын қорытуға, оны қағаз бетіне түсіруге жүрегі дауаламай тайсақтап жүргені сол. Бүйтіп соза беруге уақыт және көтерер емес. Сонда қайтпек керек. Мұндайда не істеген мақұл? Күні бойы көше кезіп келіп, 3 айдан бері үйреншікті орнына айналған үстелінің басына отырғаны осы еді. Шым шытырық баяғы бір шашыраңқы ойлар қайтадан қаумалады да алды. Апырай, осы бір бейберекеттіктен ақ құтыла алмай қойдым-ау дегенінше болған жоқ. Кенет баронның жүзі жайнап сала берді. Сөйтсе, неғып аңдамаған, санасын шырмап алған сан сапалақ ойды осы уақытқа дейін бір белгілі жүйеге түсіріп, шым-шымдап шетінен суыртпақтап көрмепті ғой. Міне гәп қайда жатыр, міне қателігі қайда. Ыбырсып жатқан үстелінің үстіндегі ұсақ түйек қиқым-сиқым қағаздарды дереу жан-жаққа ысырып, тек конспект дәптерлерін ғана қасына қалдырған барон, осыдан 2 жыл бұрын Орынборды қосып қайта құрылған Уфа және Симбирск әкімшілік аймағының жаңа картасын алдына жайып жіберіп, ең әуелі қызметке барғалы отырған өлкесінің жер жағдайымен, оның шет-шекарасымен танысуға кірісті. Табиғатынан байқағыш біреулер болмаса, әдетте адамдар өздері өмір кешіп жатқан аймақ түгілі, нақты тұрып жатқан жерлерінің де қуыс қалтарысын егжей-тегжейлі біле бермейді. Пәлен жерде пәлен бар, түген жерде түген бар деп, кейін біреу айтып отырғанда ғана, солай меді деп таңғалып жататындар көп. Сөйте тұра, кемді күн бұйырған ырзығын теріп жеп жүрген жерін білмеймін деп ойлайтын Құдайдың пендесі болсашы. Сол секілді, мынау өлкеге Уфа және Симбирск наместничествосына сізді генерал-губернаторлыққа тағайындамақпыз дегенде де, со жаққа баратыны бір жола белгілі болғанда да, барон Игельстром ол жақты білмеймін-ау, бейтаныс жер ғой деп ойлаған емес. Бәлкім, әу баста санасында сондай бір ойдың қылаң берген кезі болған да шығар. Бірақ байтақ Россияның қай түкпірі болғанда да, бәрібір бір империяның іші ғой деп, жаңа қызметтің желігімен ондай-мұндайды мүлде есінен шығарып жіберді. Оның үстіне мынау басына қонған бақыт, кез келген кісіге көрсетіле бермейтін құрмет пен сенім, осының бәрі аяқ астынан болғандығы да оң солын ойлап жатуға мұрса бермеген. Және әскери адамның тірлігі деген де бас еркі басқа біреудің қолындағы мініс атының тірлігі секілді нәрсе ғой. Ал барон Игельстром бұл уақытқа дейін бүкіл өмірін әскерде өткізген кісі екені Құдайға да аян. Сондықтан тізгін қайда бұрса, солай тартасың. Бір бұл емес, барон қызмет бабымен бұрын да талай бейтаныс өлкелерге барған. Бұрын да талай бейтаныс жерлерге әскери хүкім жүргізген. Бірақ тапсырма аларында ешқашан мен ол жерлерді көрмеп едім, бұрын соңды болмап едім дегенді айтқан емес. Жұмсаған екен, демек бару керек болғаны деп қана ұғатын. Бұл жолы да сол үйреншікті дағдысымен мынау сапарын сондай көп жортуылдың кезекті біріне жорыған сыңайы бар тұғын. Бірақ бір нәрсені мүлде ескермепті. Бұрын барып қайтқан жерлеріндегі барлық іске басымен жауап беретін бір мықты бұған бұйыратын да Осип Андреевич оның ығында орындаушының ғана рөлін атқаратын. Сондықтан істің басынан бақайшағына дейін егжей-тегжейлі есептеп, жоспар құру деген мұның міндетіне кірген еместі. Енді осының бәрі өз мойнына ілінгенін міне кешіректеу аңдап отыр. Әйтпегенде Уфа және Симбирск әкімшілік аймағының архивтегі істерін атқаруға кіріскенде-ақ
Жұмысты әуелі өлкенің жер жағдайымен, оның шет шекарасымен мұқият танысудан бастамас па еді. Сөйтіп, жүйелі түрде жалғастырып әкеткенде, бәлкім мұншалық қиналмауы да мүмкінді. Осының бәрі баяғы бір елдің іші ғой, белгілі ғой деген немқұрайдылықтан, күнде көріп жүрген нәрсеңе көңіл аудармайтын керенаулықтан туады екен ау өзі. Сонымен Симбирск наместничествосы мынау. Симбирск. Барон конспект дәптеріне көз салған. Апырау, бұл тіпті Орынборды қосып қайта құрған Уфа наместничествосынан да 2 жыл бұрын дербес әкімшілік болыпты ғой. Енді жаңадан құрылған әкімшілік аймаққа әкеп тіркегені несі екен? Я, сіз Симбирскінің жағдайына көп аса алаң болмаңыз, деген граф Безбородканың даусы келгендей болды құлағына. Губернияларды басқарудың 1775 жылы шыққан ережесіне ептеп өзгеріс енгізілгенінен хабарыңыз бар ма еді? Наместник пен генерал-губернатордың қызметі бір-бірімен көп жағдайда сәйкес келе бергендіктен, бұдан былай Москва наместнигінен басқаларға ең кемі 2 немесе тіпті 3 губернияның ісі тапсырылмақ. Ал жарайды, мұнысына да көндік. Сонның өзінде мынау Уфа, Бирск, Мензелин, Бүгілме, Бұғы-Руслан, Балаби, Стерлитамақ, Челябі, 8 уезден тұратын бір ғана Уфа наместничествосының жер көлемақ жалғанның жартысын алып жатыр-ау. Оған енді Верхний Урал, Бұзаулық, Сергиев, Орынбор, 4 ояздан тұратын Орынбор облысы келіп қосылған соң, не жорық, жер көлемі тым үлкейіп кетіпті, тіпті үлкейіп кеткен. Шығысы ту тобылға тіреліп жатса, батысы мына тұрған Астрахань, Саратов, Қазан губерниялары. Солтүстігі сонау Пермь губерниясына шектессе, оңтүстігі Қырғыз Қайсақтың ұлан-ғайыр даласы. Степ кочующих киргиз Кайсаков деп толқып жатқан теңіз бетіне жазғандай, жоғарылы төмен иректелген нән әріптерге қарап тұрып, Осип Андреевич осы жерге келгенде карта сызған кісінің қолы да әй бір қоса толқыған шығарақ деп ойлады. Я, осы даламен бұл барон Игельстром қайткенде де тіл табысу керек, қайткенде де. Тапсырма солай. Ендігі ойымыз, бодан болғанына жарты ғасырдан астам уақыт өтсе де, жартымды пайдасын көре алмай келе жатқан көшпенді Қырғыз Қайсақ жұртымен, деген граф Безбородканың үзік-үзік даусы тағы да құлағына келгендей болды. Я, осы жұртпен жағдайды реттеу керек. Көшпенді Қырғыз Қайсақ даласымен жай жағдайды реттеуді сол сайын далаға осынан 50 жылдай бұрын елші боп барған Алексей Тевкелевтен айтқаны рас болса, ұлы мәртебелі бірінші Петр ағзамның өзі қатты көксеген екен. Өткенде архив ақтарып отырып, Орынбор өлкесі мен Қырғыз Қайсақ ордалары жөніндегі генерал-майор Алексей Тевкелевтің әртүрлі жазбалары деген қағазға қараса, Петр Великий в 1722 году, будучи в персидском походе и в Астрахани, через многих изволил уведомиться об оной орде, хотя де оная киргиз-кайсацкая, степной и легкомысленный народ, токмо де всем азиатским странам и землям оная де орда, ключ и врата. И той ради причины оная де орда потребно под российской протекцией быть, чтоб только через их во всех азиатских странах коммуникацию иметь и к российской стороне полезные и способные меры взять, деп жазылыпты. Я, көрегеннің аты көреген-ау, деп ойлады барон. Ұлы мәртебелі император ағзамның көзі қайда түссе де, жарықтық ең алдымен ұлы Россияның қамын жегені ғой. Әйтпесе өзі жорықта жүріп бір бүйірде қалып бара жатқан бұл даланы басқа елдің аяғы тимей тұрғанда тезірек Россия протекциясына қаратуды ол заманда одан өзге кім ойлапты? Мақсаты да қандай айқын, анықтамасы қандай дәл. Қырғыз Қайсақ дегендерін құлағына қол апартпайтын қырдың шу асау жұрты болғанмен, олардың ордасы
күллі азиялық елдер мен бейтаныс жерлердің қақпасы да кілті де. Бұдан кейінгі әрекеттердің бәрі әлдеқандай бір әулиенің қолындағы сиқырлы таяқтың сілтеуімен болғандай. Бәрі император ағзам айтып еді деген әлгі бір тілдей қағаздағы пікірдің төңірегінен өрби беріпті. Жайын жатқан бұл орда өз еркімен бодан болғысы келмесе, онда миллионға жуық қаржы шығындасақ та, әуелі Россия империясының протекциясына қарағымыз келеді деген бір ауыз сөздерін қайткенде де олардың өздерінің аузымен айтқызып, бір бет қағазға бармақ бастырып алуға тырысқан жөн деген екен. Көп ұзамай, көктен тілегенді Құдай жерден беріп, Әбілқайыр деген ханы қарамағындағы елімен қанатымыздың астына өзі келіп кіріпті. Бірақ бұл бақытты сәтті өз көзімен көре алмай, Петр ағзам дүниеден көшіп кеткенді. Сөйтіп, Хиуа мен Бұқарға, Бадахшан мен Балқыға, тіпті сонау Индияға дейін сауда-саттық жолын ашпақ болған император ағзамның арманы кейінгілер үшін аяқ астынан оп-оңай жүзеге асатындай жағдай туған. Ол жағдайды туғызып отырған да осы бір мінезі беймәлім, құлқы әрпіл-тәрпіл қырғыз қайсақ дейтін жұрттың ордасы. Степь кочующих киргиз кайсаков. Және бұл жол баяғы Астраханнан самсаған сары қолмен аттанып, жат жерде жайрап қалатын Александр Бекович Черкасский экспедициясының жолынан әлде қайда жақын әрі қауіпсіз. Аяқты қырғыз қайсақтар теңіз деп атайтын Арал көліне бір іліктіріп алсақ, әрі қарай Бұқара мен Бадахшанға, тіпті Индияға дейін кемемен жүзіп баруға да болады екен. Бұл сәттілік дегенді қойсаңызшы. Жолың оңғарлайын дегенде олжаң қолына өзі келіп түседі екен ғой. Көкейдегі ойды жүзеге асыру үшін әуелі сол қырғыз қайсақтың өзінің жерімен шекаралас аймақтардағы шептерімізді қайтсек бекітіп аламыз деп жүргенде, әлгі бір Әбілқайыр дейтін ханы халқымызды тас түйін етіп ұстау үшін сөйтіп ақ патшаға адал қызметімізді көрсетпекке қамал салып берсеңіздер екен деп өтініш жасапты. Ордың жайыққа құяр сағасынан қала салу ісі солай басталған. Негізінде көшпенділердің шабуылынан қорғану үшін осындай бір қамал салуды Арапов дейтін жайықтың қазақ атаманы Сенаттан 1725 жылы сұраған екен. Сенат сол кезде-ақ келісім беріпті, бірақ шалғай түкпірдегі тас қамал ішкі жақтан қашып барған қарашекпендер мен бұзық мұжықтардың мекеніне айналып кетпес пе екен деп қауіп қылып, біраз уақыт сөз бұйдаға салып келген. Енді мынау қырғыз қайсақтың ханы да осындай өтініш білдіріп тұрған кезде, мұндай тиімді жағдайды пайдаланып қалудан бұдан әрі бас тарту үлкен қателік боларын аңғарып, үкімет ордың жайыққа құяр сағасынан қамал салуға амалсыз кіріскен. Бірақ көңілсізден көзсіз бала туатыны қашаннан белгілі емес пе? Ол қаланың таланына Оренбург болуды тағдыр бәрібір жазбапты. Бірер жылдан соң құрылыс жұмыстары одан жоғарыраққа, өзеннің қабағындағы биік Қызылжардың басына көшірілген. Әйтсе де қызыл топырақты жалаңаш жар басы болашақ қала тіршілігіне тіпті де тиімсіз болғандықтан құрылыс одан да көшіріліп, ақыры баяғы атаман Арапов көрсететін жерге амалсыз қайтып оралған. Бүгінде Оренбург аталып отырған қала осы. Шындығына келгенде Оренбург деп ор бойына салынған қала аталуға тиіс болса, нағыз Оренбург Орск болуға керек. Бірақ Ор өзенінің жайыққа құяр сағасындағы қалашық жай ғана Орск аталып, тіпті арғы жақтағы қаңбақша көшіп қонып жүрген қырғыз қайсақтың өзі оны менсінбей жаман қала деп мұрын шүйіретін көрінеді. Ал жалаңаш жар басындағы бекініс Красногор бекінісі болсын деп қалдырылған да Ту Сақмардың жайыққа құяр сағасынан салынған қала. Сонда Ор қайда, басқа қайда? Оренбург болып шыға келген. Күні кешеге дейін Орынбор губерниясының енді жаңадан құрылған Уфа наместничествосының орталық қаласы аталған Оренбургіміз осы. Осип Андреевич хош деп бір қойды. Ол заманда
Жайықты жағалай орналасқан бекіністердің мынау самар беті мүлде қорғаныссыз екен. Еділ бойын қауіпсіз ету үшін енді сол жайық шебінің батысынан Қызыл, Самар, Бор, Елжан, Бұзаулық, Тос, Сорочин, Новосергиев, Перволоск қамалдары салынып, олардың аралары редуттаттармен бекітіліп, Самар шекара шебі сол жылдарда бір жола шегенделген де Оренбург осы екі шеттің ортасын жалғап тұрған тірек пунктке айналып кеткен. Сонда Орск пен Красногордың өзі айдалада қалғандай болмай, Орынбор төңірегін бекітуге септігін тигізіп тұрған бекіністер болып шыға келген. Я, деп қойды барон ыңыранып. Әрине, сонау Верхнеуральскіден бастап жайықты жағалай аш шекше шұбатылып келе жатқан шекара шептерінің ирек-ирек сызығына көз салып отырып, ол әскери адам ретінде бұл шептің әлі де болса ашық жатқан әлсіз жерлер көп екенін көрмей қалған жоқ. Онсыз да шекара шептеріндегі 48 қамалда, 50 редутте, 48 бекіністе бейберекет шашылып жатқан әскери контингенттің күшін әр тарапқа бөліп, бостан-босқа рәсуа қылып тұрған мынау ирек-иректі ықшамдай түскен жөн болар еді тегі. Ертең граф Безбородкаға айтар ұсыныс пікірлеріне кіргізу үшін барон бұндай жерлерге қызыл қарындашпен үзік-үзік белгі соғып отырды. Сонсоң шекара шептерінде тұйықталған бір тұтастықты және көре алмады. Мәселен, Уфа наместничествосының генерал-губернаторына қарайтын бекініс шептері 2000 шақырымдай жерге созылып келеді екен. Де Қараөзендегі қамалға тіреліп қалады. Ал Қырғыз Қайсақпен жапсарлас жер саналатын бұл қамалдың ар жағындағы 720 шақырымдай шеп күллі Урал казак әскерлерімен қоса Астраханға қарап кеткен. Уфа әкімшілік аймағының наместнигі кім болғанда да Қырғыз Қайсақ ісін реттеу негізінен соған тапсырылғандықтан, бұл жұртпен шекаралас жердегі шептің бәрі тұтас бір адамға бекітіліп берілгені жөн емес пе? Оның үстіне сол 720 шақырым ғана шепте тұрақты әскердің едәуір бөлігі тұрғанын айтпағанда, Урал казактарының әскері де түгелімен Астраханға берілгенін әділеттік деуге сияр ма екен? Барон бұл тұсқа да қызыл қарындашпен белгі соғып қойды. Иә, ойлантатын жайлар көп. Тұрақты әскер демекші шекараның бергі бетін жағалай қоныстанған бодан халықтар, қалың башқұрт, мешерлер, қалмақтар, Қырғыз Қайсақтармен әзірше қырбай, әрі шетінен жаугер жұрт болғанмен, олар тұрмақ Уралдың казак әскерінің өзін тұрақты әскери күшсіз тиімді пайдалану аса қиын шаруа. Оған дәлелді алыстан іздеудің қажеті де жоқ. Күні кешегі Емелька Пугачевтың бүліншілігі ақ бұл казактарға сенім артуға болмайтындығын көрсетіп келген. Сондықтан мүмкіндігінше ұлы мәртебелі анамыздың алдиярлық рұқсатымен Орынбор өлкесіне жөнелту үшін жаңадан құрылып жатқан драгун полкі мен мушкетерлерден тұратын 6 батальонды тезірек жасақтаған жақсақ болар еді. Ең бастысы, Уфа мен Симбирск әкімшілік аймағының наместнигіне жүктеліп отырған міндет шекарада тыныштық орнату. Әлі күнге сырмінез емес. Қырғыз Қайсақ дейтін мынау әрпіл-тәрпіл жұртпен жай жағдайды реттеу болғандықтан, шатақ шекараның арғы жағынан шықса да, бергі жағынан шықса да, ондай келеңсіз оқиғаларды тергеп тексеру, дереу шара қолдану. Бұрынғыдай губерниялық соттың қарауына жіберілмей-ақ сенім артылған кісінің, наместниктің еркіне берілсе ғой. Әйтпесе, немене бұл? 3 ай бойы үздіксіз архив ақтарғанда біреудің үстінен біреу жазған жылауық арыз шағынан көз аша алмай қойды. Қырғыз Қайсақтар қалың әскермен келіп, атамандар ауылымызды шауып кетті десе, казак атамандары бұзық Қырғыз Қайсақтар қамалға шауып көп адамымызды тұтқындап әкетті, мал жан алды деп мәлімдеме жазады. Баронның байқауынша, тұрақты әскерге арқа сүйеген атамандар әрине зарар шегіп, қорлық көріп отырған жоқ. Мұны императрицаның өзі де аңдаса керек. Өткен 1783 жылдың 3 июлінде генерал-поручик Аким Иванович Апухтинге хатында қалай дегенмен де олардың, Қырғыз Қайсақтардың, мұндай шапқыншылықтары себепсізден себепсіз шықпайтынын ескертпей кете алмаймын. Шатақ шекарадағы
бастықтарымыздың әлдеқайсысының түртпектей бергенінен туып отырған жоқ па екен? Осыған зер салуыңызды қалар едім, деп жазыпты. Аяғында өз қаламымен шептің бойындағы біздің адамдарымыздың бармақ басты көз қыстысы жоқ еді. Ондайды байқасаңыз тиісті шарасын қолданып тыйым саларыңызға сенемін, Екатерина, дегені тағы жүр. Әлгіндей жыламсақ хаттарды күрт азайту үшін әрине әкімшілік аймақтың наместнигіне бұрынғыдан да үлкен билік беру керек. Бұны да айтайыншы, деп барон бір бөлек қағазға ойын түртіп қойды. Шекара шептеріндегі оқиғалар мен соған байланысты түсініктерді, мәлімдемелерді, хат-хабарларды, арыз-шағымдарды, нұсқауларды, бәрін дым қалдырмай барынша мұқият зерттеген барон, әсіресе өзінен бұрынғы өлке бастықтары бұндайда қандай саясат ұстанғанына айрықша назар аударған. Бұл өлкеге бірінші рет аяқ басқан Кириллов пен Татишевті айтпағанда, арнаулы тапсырмамен барған олардың жөні мүлде бөлек. Орынборды билеген бүкіл генерал-губернатор атаулы баяғы бір Иван Иванович Неплюев марқұмның сызып кеткен жолмен жүріпті де отырыпты. Орынбор губерниясы құрылмай тұрғанда 1742 жылы барған генерал Неплюев губерния құрылғанда оның тұңғыш генерал-губернаторы болып тағайындалған да 1758 жылға дейін өлкені 16 жыл бойы бір өзі билеп төстеген екен. Одан кейін өлкені бірер жыл бірігіп басқарған Рычков пен Тевкелев те 1759-63 жылдары олардың орнын басқан Давыдов та 1762 жылғы сарай төңкерісінен кейін шеттетіліп, 1766 жылға дейін Орынборға жіберілген Волков та, оны ауыстырған князь Путятин де, тіпті 1769-1781 жылдар аралығындағы күллі қиыншылықты басынан өткерген Рейнсдорф та, Уфа және Симбирск әкімшілік аймағы құрылғанда оның тұңғыш наместникі болған Якобиде, қысқасы генерал-поручик Аким Иванович Апухтинді ауыстырғалы отырған. Бұған дейін саясат бір мысқал өзгермегенде, оған өзгеріс енгізуге талап қылған ешкім болмағанда. Бәрінің қайталай беретіні баяғы бір гөй-гөй. Ешқандай заң-закон дегенді білмейтін басы бұзық бұл бұратаналарды қарулы қолмен жиі жазалап, қалтыратып ұстап отырудан басқа шара жоқ. Сонда олардың қырғыз қайсақтардың ресми түрде хан арқылы өз еріктерімен бодан болғандығы қайда қалған? Олардың ішкі де сыртқы да жағдайларын зерттеп, бізге бүйрегі бұратындарын сый-сияпатпен, сылап-сипаумен бауырымызға тарту қайда? Бұған көнбеген жағдайда ғана қарулы қолдың қаһарын көрсетсек болмас педі. Жоқ, бұлары бодан жұрттарымызды империяның мүддесіне икемдеу емес, үркіту ғой, тіпті абайлау керек екен, және де абайлау керек. Айтпақшы, үкімет бұған қалай қараған екен өзі? Сенат, барон өкілетті сенаттың шешімдері туралы дәптеріне үңілген. Орынбор губерниясы құрылғаннан кейін 1744 жылдың өзінде болашақты қырғыз қайсақтарды қалайша ұстап тұру жөнінде марқұм генерал Иван Иванович Неплюев жоспар жасаған екен. Неплюевтің қосалқы жоспары атанған бұл документте де қырғыз қайсақтарды қарулы күштің құрсауына алу, Жайық бойындағы казактар қаласынан бастап Орынбор, Орск, Верхний Урал шептерінің бойымен өрлей отырып жаңа үй және Сібір бекіністі шептері арқылы бұл даланы бір жола қоршап тастау мәселесі қойылыпты. Жоспар сенатта бекітілген. Демек үкімет қолдаған болды ғой. Бірақ бұл жоспарды жүзеге асыру қырғыз қазақтар тарапынан Россияға қарсы қарулы әрекеттер шыға қалса ғана қолға алынсын деген ескертпе беріліпті. Бұған ұлы мәртебелі императрица мен сыртқы істер коллегиясы не айтар екен? Орынбор генерал-губернаторына берілген нұсқаулардың көпшілігінде 1749 жылы 6 ноябрьде, 1760 жылы 18 июлінде, 1776 жылы 25 июнінде, 1779 жылы 4 октябрінде тағы басқалар. Сыртқы істер коллегиясы бұл әрекеттердің қырғыз қайсақтарға сабақ болады
және бұдан былай аяқтарын тарта жүрулеріне де жақсы деген пікірді жиі айтқан екен. Сондықтан түсінікті жағдайда көп аса тоқталмастан барон императрицаның әлгі бір хатына қайта кеп тірелген. Сөз арасында айта кетейін, депті ұлы мәртебелі. Егер хан мен сұлтандар сізден немесе Орынбор комендантынан хабар алған бойда жазықсыз жапа шеккендердің шығынын орнына салмаса, яки төлем беруден бас тартса, онда қырғыз қайсақтарға репрессалия жасауға әбден болады. Я, барон терең күрсінді. Өткенде граф Безбородкада әлі күнге Уралдан бір қадам ілгері баса алмай отырмыз дегенді жиі айтып еді. Мен де репрессалия шараларының бірін жүзеге асыруға ұсыныс жасасам бекен. Қайткен екен. Қайткен жөн. Бұл тұсқа да барон қызыл қарындашпен бір белгіні немкеттілеу соға салды. Ойы негізінен жүйеленіп қалған сияқты. Жолға шығарда өздері де біраз нұсқау беріп жіберетін шығарақ деп, ол енді кідірместен осы пікірлерін қағазға түсіруге кірісті. Қырғыз қайсақ ордасымен шекарадағы жай жағдайға зер сала қарағанда екі міндет ерекше көзге түседі, деп бастады барон. Біріншісі, жоғарыда аталған халықпен арамызда қайткенде де тыныштық орнату, сөйтіп сылап сипап отырып ақ айтқанымызды істету. Екінші, аш шектей созылып, күні бүгінге дейін әскери күш қуатымызды бостан босқа рәсуа қылып отырған, сондықтан да шептің екі бетінде бірдей жөңкіле көшіп жүрген бодан жұрттарымызды жөнге салуға кеселін тигізіп келе жатқан ирек-ирек шекара шептерін барынша ықшамдау керектігі. Өйткені ол қазірде ашық-шашық күйінде, бір-біріне керек кезінде қол ұшын бере алмастай бытырап жатыр. Ұшарын жел, қонарын сай білетін белгілі бір орнықты мекендері жоқ. Осынау көшпелі жұрттарды жөнге салып, тыныш бейбіт өмір сүруге жеткізу үшін бұлардың тағдыр талайы кімге сеніп тапсырылса да, ең әуелі сол адамға деген олардың сенімі мен ынта ықыласын орнықтыра түсуден басқа ылаж жоқ. Өзіне дейінгі бастықтардың баршасы баяғыдан бері барымта сырымтадан ештеңе өндіре алмағанына анық көзі жеткен барон бұл мәселеге басқаша қарайтынын осы арада бір аңғартып өткісі келді. Бірақ бұрыннан келе жатқан дәстүрді бір жола мансұқ етуге де жүрегі дауаламай, ойын екі-үштілау қорытты. Әйтсе де өздерінің де көршілерінің де тыныштығын қамтамасыз етіп тұрған татулықтан таяр болса, ондай тентектерді тез арада тезге салар, тәубесіне келтірер темір тізгін бар екен ешқашан естерінен кетпестей етіп, тітіретіп ұстап отыру керек. Мұны жүзеге асыру үшін біріншіден жергілікті жерде болмай тұрмайтын дау жанжалдар мен әртүрлі арыз шағымдар, өкпе араздықтар дереу тексеріліп, сол жердің өзінде жедел шара қолдануға толық өкілеттік берілуіне. Екіншіден, әскери күштің саны мен сапасы әлгі жұрттарды ашсақ алақанда жұмсақ жұдырықта ұстайтындай етіліп, бұл халықтардың қасиет құлқы мен олар жайлап отырған жердің ерекшелігіне қарай икемделуіне, және жағдай талап етсе тізгін үзген тентектерді тез арада ауыздықтауға қаншалық ерік берілуіне байланысты деп білемін. Әкім құмар әлдебіреулерге ұқсап кетпедім бе, деп барон бір сәт кідіріп қалды да, ойын анықтай түсу үшін түсінік бере кетуді мақұл көрді. Мұны айтқанда, сіздің шапағаттық құзырыңызға мәлімдемегім мынау еді. Егер толық өкілеттік берілетін болса, онда бірінші шекара бастығы аяқ астынан шығып жататын дау жанжалдарды, ұрлық қарлықтарды және бас бұзарлықты, ондай келеңсіз істер шекара шептерінің арғы жағында көшіп жүрген қырғыз қайсақтан шықты ма, әлде бергі беттегі Уфа губерниясы, Орынбор облысы немесе Астрахан губерниясында тұратындардан шықты ма, мейлі кімнен шыққанына қарамастан, сол жердің өзінде тергеп тексеріп шешім қабылдауға. Сондай-ақ әлгіндей тентектерді жер түбіндегі губерниялық сотқа айдатып жатпай-ақ, істің анық танығына қарап, сол жердің өзінде шара алуға ерікті болса екен. Және шекара бастығы бұл ретте тек өзінің тікелей бастығы алдында қала берді, өз арының алдында ғана есеп беретін болса.
екінші, тығыз таяң жағдайда душар болып қалғанда істің ыңғайына қарай қайырусыз өз бетімен кеткен ауылдар мен ұлыстарға тінту жүргізіп, көштеріне тиюге дейін рұқсат етілсе екен дегім келеді. Ал әскери күшімізді нығайта түсу мәселесіне келсек, бұған мынадай нәрселер қажеттігін мәлімдеймін. Уфа генерал-губернаторының немесе сол қызметті атқаруға тиіс адамның қарамағына берілген, көздің қарашығындай сақтауға оған сеніп тапсырылған шекара шептері күні бүгінге дейін Қараөзендегі қамалмен аяқталып, оның заңды жалғасы 720 шақырымдай жер. Урал өзенінің Каспий теңізіне құяр сағасындағы Гурьев қаласына дейін көршілес Астрахань губерниясының территориясына кіріп келе жатқандықтан, енді бұл шепті де сол шептің бойындағы Урал казактарын да бұрынғыша Астрахань губерниясына тәуелді етіп қоймай, Урал казак әскерін өздерінің ішіндегі земстволық істерге де араластырмай, бар болғаны әскери адамдар ретінде ғана Уфа генерал-губернаторының қол астына қосып берген өте орынды болар еді. Сөйтіп, осы әскер мен шекара шептерін жағалай қоныстанған жаугер жұрттардың басын қосып, барлығына бір орталықтан басшылық жасасақ, әлгі қырғыз қайсақ дегендеріңізді тыпыр еткізбей ұстап отырар едік. Әрі бұдан әскери қимылға араластырылған адамдардың да шаруашылығы шайқалып, яки күйзеліп қалмас еді. Ескере жүрер бір жайт. Өмір тәжірибесіне қарағанда, әлгі айтылған жаугер жұрттарды да, казак әскерін де тұрақты әскерсіз тиімді пайдалану мүлде мүмкін емес. Ал тұрақты әскердің өз жағдайына келсек, ұлы мәртебелі патшайым анамыздың алдиярлық шарапаты арқасында жаңадан құралып жатқан бір драгун полкі мен мушкетерлерден тұратын 6 батальон жеткілікті болатын шығар деп ойлаймын. Тек барон осы арада тағы кідіріп, өткен күндердің өкінішті қателіктеріне ойша көз жүгіртіп кетті. Архив деректерінің айтуынша, бір кезде бұл шепте берік бекіністер мен тастан соққан қаһарлы қамалдар көп болған екен. Оларда атты әскерден де, жаяу әскерден де құралған тұрақты ландмилиция полктары тығыз тұрыпты. Бұған гарнизондардағы әскер мен бодан жұрттардан жиып алынатын қарулы қолды қоспағанда, 2 немесе 3 армия полкі үнемі көмек беруге және даяр тұрған. Сөйткен мықты шеп күндердің күнінде шетінен сетінеген де кеткен. Қырғыз қайсақтың өздері сайлаған ханы өлген соң, жаңа ханды біз тағайындадық деп, берідегі башқұрттың бас асаулығы бір жола басылды деп, Еділ жайық арасы да, Орынбор төңірегі де орыс адамдармен толтырылып болды деп не керек? Әйтеуір 1767 жылы енді бұл шепте құрсан әскерді құр босқа ұстаудың қажеті жоқ деп, ландмилиция әскері таратылып, армия полктары кейін шақырылып алынып, жорыққа шығуға жеңіл жеке-жеке командалар мен гарнизондар ғана қалдырылған. Шекарада тұрған бұл тұрақты әскердің өзі кейін бірінші орыс-түрік соғысы жылдарында 1770 жылы шептен шақырылып алынып, майданға жөнелтілгенде, күзет қызметі гарнизондарының коменданттары мен бодан жұрттардан жиып алынатын әскерге ғана аманатталып қалған. Тұрақты әскер түп-түгел кетіп, жалаңаш қалған шептерде шікірейген коменданттардың не істегені және оған жайық атамандарының озбырлықтары қосылғанда, ақыры 1773 жылы оның аяғы немен тынғаны жалпыға сірә аян ғой. Әсіресе қамалдар түгелге жуық қиратылып, өрттелініп, жермен жексен етіліп жіберілген. Bir қатары қазір қалпына келтіріліп, бір қатары қайта салынғанмен, әлі күнге көпшілігінің күлі желге ұшып жатыр. Сол есіне түскенде баронның қолындағы қауырсын қалам қағаз бетімен сырғи жөнелді. Тек шекара шептеріндегі 48 қамалда, 50 редутте, 48 бекіністе күні бүгінге дейін тұрған гарнизондық батальондардың санын сол күйінде қалдырған жөн, деп жазды ол сүйкектетіп. Өйткені әлгі айтылған драгундар полкі мен мушкетерлердің 6 батальонын ертең әртүрлі жағдайға байланысты бір орыннан екінші орынға ауыстырғанда, олар тұрған шеп уақытша болса да ашық қалмауы өз алдына тіпті бір сәтке де әлсіремеу керек. Баяғыдан бері келе жатқан шекара шептері бұл бармаса бөлініп қалатындай
тым қазбалап кеткенін артық көріп, барон енді не айтсам екен деп ойланып қалған. Көзі карта бетіндегі қызыл қарындашпен соғылған белгіге түсіп кетті. Бірі Орынбордан, бірі Урал казактары қаласынан жемнің жоғары жағына қарай зулаған қос шебе секілді қос қызыл сызық ысқырынып бара жатып, әлі күнге Уралдан әрі бір қадам аттап баса алмай отырмыз деген граф Безбородканың даусын құлағына жеткізгендей болды. Сол-ақ екен, сенаттың да сыртқы істер коллегиясының да ойынан шығарлықтай бір ұсыныс енгізбекке бел байлады барон. Аш шектей шұбатылып жатқан шекара шебін ықшамдау, немесе өткенде өзіңіз айтқандай оны бір орыннан екінші орынға ауыстыру мәселесіне келсек, бұл үшін әуелі шепті не себепті өзгертетініміздің мәнісін ұғып алу жөн, және жердің ыңғайын да алдын ала зерттеген мақұл. Сондықтан жемнің жоғары жағы мен ордың бойына 5 немесе 4-ақ деташаментпен күтпеген кезде шабуыл жасасақ деген ұсынысқа сіздің алдыңызда тәуекел етіп отырмын. Бұдан бізге түсер пайда, біріншіден, шекара шептерін ілгері көшіру туралы шешім дегеніміз белгілі бір негізге сүйеніліп, соңынан дау-шар тумайтындай заңды түрде жасалу керек болса, ойламаған кезде ор бойы мен жем жағасына орнығып алған біз бұл жерлерге қырғыз қайсақтар қайтып келгенде баяғыдан бері тұрып жатқандай түк білмеген боп отырамыз. Екіншіден, шекара шебі жем өзеніне көшірілсе, қырғыз қайсақтардың ойында не бар, мұң-мұқтажы қандай, соны білер едік. Яғни шекара ілгері жылжығанда олар бұрынғыша жем мен Урал арасындағы жазық даланы жайлай берер ме екен, әлде Орта Азия хандықтарына қарай қоныс аударып ауа көшіп кетер ме екен, осы мәселе анықталар еді. Үшіншіден, осы жорықтың кезінде баяғы бір жылдарда берекемізді кетірген үшін қырғыздардың бастарына әңгір-таяқ ойнатып, таяу уақытта естерін жия алмастай сазайларын берер едік. Сонда олар талай жылдардағы тентектіктен тыйылатыны өз алдына, тіпті тезге салғанымыздың өзінен Тәңірінің зауалы мен тәубаға келтірушілігін қабат көргендей болар еді. Осы айтқандарымыздың бәрі ойдағыдай жүзеге асу үшін жаңадан құралып жатқан тұрақты әскер тобын тезірек жасақтау шараларын қарастырған жөн. Әр жерге азық түлік пен жем шөпті алдын ала даярлай беру керек. Жорыққа алып шығуға жеңіл, кіші калибрлі зеңбіректерді сақадай сай етіп, барған жерлерімізде инженерлік жұмыс жүргізуге тиіс офицерлерді, олардың кейбіреуін бас штабтың өзінен алып, осы бастан қызметтеріне тағайындай берген мақұл. Азық түлік пен жем шөпті жол жөнекей сатып алып отыру, сондай-ақ артиллерияны ылғи сүйретіп жүру, бір сөзбен айтқанда әскердің шеру тартуы, қашанда қалтада қаражат болуын тілейтіндіктен, бұл істі арнайы бөлек қаржы бөлінгені дұрыс болар еді. Әрине, шығынның орны азық түлікті үнемдеп пайдалану мен артиллерияны күтіп ұстаудың есебінен қайтадан толтырылатыны белгілі жайт қой. Айтары көп секілді-ақ еді, бірақ бүкіл өмірінде қысқа да қасаң сөзбен әскери ақпар жазуға ғана қалыптасып кеткен барон бұдан әрі не істерін білмей сарқылды да қалды. Әр ойланып, бер ойланғанда осы айтқандарынан артық басқаларды ештеңе таппаған соң, жә, деді, кенет қаламын тастай салып. Негізгі мәселелер қамтылған жоқ па осы? Жетпесі болса, бастық атаулы бірер пікір қоспай бәрібір жібермес, соларға қалсын. Бойы бір түрлі жеңілейіп сала берген ол, екі алақын құшырлана ысқылап жіберіп, орнынан сергек тұрып кетті.